Бүгін біз жемістермен танысамыз. Жемістерді өтпестен бұрын біз ұрықтануды еске түсірейік. Ұрықтанғаннан соң тұқым бүршігінен тұқым, жатыннан жеміс дамитын. Жемістің түзілуіне жатынмен бірге гүлдің басқа бөліктері де қатысады. Жемістің қабырғасы сыртқы, ортаңғы, ішкі қабаттардан тұрады. Осы барлық қабаттарды қосып, жемістің серігі деп атайды. Жемістерді екі үлкен топқа бөлеміз. Олар шырынды жемістер және құрғақ жемістер. Шырынды жемістердің шырыны мол, жұмсақ. Олардың өзі үшке бөлінеді. Жидек жемістер, жидек тәрізді жемістер және сүйекті жемістер. Жидек жемістер. Бұл жемістердің сыртқы қабаты жұқа, жұмсақ. Ішінде тұқымдары өте көп. Мысал үшін, оған жататын өсімдіктер қызанақ, картоп, жүзім, баклажан, қарлыған, алқа. Ал енді жидек тәрізді жемістер. Бұлар көп ұялы, көп тұқымды, жемістің сыртқы қабатында эфир майлары өте көп болады. Түстері сары немесе қызғыл түсті. Ортаңғы қабаты борпылдақ кейбу ақ түсті, ал сыртқы қабаты мен ортаңғы қабаты бірігіп жеміс қабығын түседі. Ішкі қабаты етті, шырынды, қалыңды болады. Мұны мысал үшін мына алдарында тұрған мандарин, апельсин және лимон. Асқабақ тұқымдастарына жататын өсімдіктердің жемістері жидек тәрізді болғанымен, олар өзінше асқабақты жемістер деп аталынады. Оларға қияр, қарбыз, қауын, асқабақ жатады. Алманың жемісі өзінше алма жеміс. Міне алманың жемісі алма жеміс. Мұның өзі сыртқы ішкі бөлігі қатты және ішінде ұя болады. Осы әр ұяда екі тұқым орналасады. Оларға жататындар алма және алмұрт. Сүйекті шырынды жемістер. Бұлардың сыртқы қабаты жұқа, ортаңғы қабаты қалың, етті шырынды болады. Іші қатты сүйектенген. Оларға жататындар шие, алхоры, өрік, шабдалы. Мына жердегі шабдалы сонымен сүйекті шырынды жеміс. Кейде сүйекті жемістер құрғақ та болып келеді. Мысал үшін оларға бадам, грек жаңғағы, кокос пальмасының жемісі жатады.